Саңырауқұлақ қосылған ерекше дәмді цомен дайындаймыз. Бірінші біз тестамызды дайындап аламыз. Ол үшін стакан суға қатты теста дайындап аламыз. Тестамыз қолымызға жабыспау керек. Дайын болған тестамызды пищевой пленкамен немесе пакетке салып, комнатный температурада 15 минутқа қалдырамыз. Арасында тестамызды илеп тұрамыз. 3-4 рет қайталауға болады. 15 минут өткеннен кейін тестамызды осылайша екі бөлікке бөліп, екеуін осылай әдемілеп илеп қоямыз. Қамырымызды осындай кішкене дөңгелетіп жайып алғаннан кейін екі бөлікке бөліп, үстінен сұйық майымызды жағып қоямыз. Бетін пакетпен жауып отырыңыздар, кеуіп кетуі мүмкін. Осылайша видеода көріп тұрғандарыңыздай бөліктерге бөліп аламыз. Әрбір бөлікті осылайша жгутик етіп жайып шығып, үстінен әрқайсысын сұйық маймен жағып отырамыз. Май сіңген қамырлар өте жақсы, оңай жайылып тартылады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлық лағмандарымызды созып шығамыз. Лағманымызды қайнап тұрған суда 2-3 минутта пісіріп аламыз. Піскен лағманды суық суға салып алып шығамыз. Дайын болғаннан кейін осылай майды құйып, үстіне кішкене ғана араластырып, видеода көріп тұрғандарыңыздай кесіп аламыз. Подливқа кірісеміз, ол үшін етімізге крахмалды салып 20 минутқа қалдырып қоямыз. Қазанымызға майымызды құйып, етімізді жақсылап қуырып, үстіне пиязымызбен чесночный стрелка және полусладкий перецімізді қосып, өзіміздің сүйікті дәмдеуіштерімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Тұзымызды саламыз, үстінен қайнаған суымызды қосып, бұқтырамыз. Пісуге 10 минут қалған кезде тәтті бұрышымызбен саңырауқұлағымызды қосамыз. Бөлек сковородкаға майға чесногымызды қосып, жақсылап қуырып алғаннан кейін кесілген лағмандарды салып, үстінен терияки соусын немесе соевый соусын қоссаңыздар болады. Осылайша кішкене қуырғаннан кейін дайын болған подливімізді видеода көріп тұрғандарыңыздай жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің цомен дайын, өте дәмді болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер сіздер шөппен жақсы көрсеңіздер, осылайша укроппен сәндеулеріңізге болады. Ас болсын, сіздермен бірге болған Алия.